Физика 7-ші сынып Кромгер кітабынан 92-ші беттегі жаттығудың 7 есебін шығаратын боламыз. Бірінші есеп: жүгі бар арбаша горизонталь орналасқан үстел бетімен қозғалып келеді. Асы үстел мен доңғалақтар әсі жүк пен арбашаның үстіңгі беті арасындағы үйкелістің қандай түрі пайда болады? Ең бірінші, асында үстел мен доңғалақтар арасында ол домалау үйкелісі пайда болады. Әсі жүк пен арбашаның үстіңгі беті арасында ол тыныштық үйкелісі. Себебі жүк арбаша үшін қозғалыссыз болып көрінеді. Келесі: жәшік еденмен бір қалыпты қозғалтқанда 4 ньютон күш түсіріледі. Жәшіктің қозғалысына кедергі болатын кедергі күші неге тең дейді? Біз білеміз, если ол тарту 4 ньютон болса, онда үйкеліс күші оған қарама-қарсы бағытталады. Мына екі күш бір-біріне тең болады модульдері. Значит, F үйкеліс күші бізде 4 ньютон болады. Келесі: неліктен шананы жермен сүйрегенге қарағанда қар бетімен сүйреу жеңілірек? Қардағы үйкеліс коэффициенті жерге қарағанда азырақ болады. Жердегі үйкеліс коэффициенті көп болады, қарда аз, сол себепті қарда жеңілірек. Келесі: егер дене мен горизонталь жазықтық арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,2 болса, массасы 3 кг денеге горизонталь бағытта 5 ньютон күш әрекет еткен кездегі үйкеліс күші қандай дейді? Енді жалпы жаңа айттық, егер 5 ньютон тарту күші әрекет етсе, үйкеліс күші де тоже сондай 5 ньютон болады. Жауабы 5 ньютон болады. Келесі есеп: егер массасы 800 грамм білеушені тыныштық күйден шығару үшін 2 ньютон күш түсіру қажет болса, білеуші мен жазықтық арасындағы үйкеліс коэффициенті неге тең дейді? Енді қараңыздар, мен сразу килограмм айналдырдым. Бұл жерде біз мюді табу үшін F бөлінген mg деген форманы қолданасыздар. F деп отқаным 2, 0,8, массаларыңыз, g-ларыңыз 10-ға тең. Сонда үйкеліс коэффициенті 0,25 болады екен. Келесі есеп: егер динамометр 200 ньютон күшті көрсетсе, есектің тұяқтары мен жолдың арасындағы үйкеліс коэффициенті неге тең? Есектің массасы 32 кг. Енді үйкеліс коэффициентін табу үшін F бөлінген mg деген форманы қолданасыздар. F деп отқаным 200, есектің массасы 32, оны 10-ға көбейтемін. Сонда 200-ді 320-ға бөліп 0,625 болады екен үйкеліс коэффициенті. Келесі 7-ші есеп: массасы 300 грамм білеушені горизонталь жазықтық бойымен бір қалыпты қозғалтқанда, оған бекітілген динамометр серіппесі 2 см ұзарса, динамометр серіппесінің қатаңдығы қандай? Білеуші мен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,3 дейді. Енді біз қатаңдықты табу үшін F-ті дельта X-қа бөлеміз. Біздегі F деп отқанымыз ол μ mg бөлінген дельта X болады. Мынау дельта X дегенді біз метрге айналдырсақ 2 сантиметрді, ол 0,2 метр болады. Ал 300 грамм килограмм айналдырсақ 0,3 килограмм болады. Енді осыларды орнына апарып қоямын. Мю деген 0,3, осыны көбейтем, масса 0,3, оны көбейтем, G деген тұрақты, ол 10-ға тең, осыны дельта X, ол 0,2. Жауап 45 болады екен, қатаңдығы 45. Өзің 7 есеп осымен аяқталды.